Екеуміз Қайнарлық ауыл округі Таскешу ауылында мынандай банановый плантацияға келдік. Банандар екен. Жалпы мына бір банан ағашы. Осы бірақ банан сауады екен да, содан кейін оны осылай түбінен кесіледі екен да. Мынандай вообще. Содан кейін оның түбінен мынандай басқасы шығады екен да. Бұл да сондай біреу салады екен да, сол тек қана осы. Құдай қаласа мына осы бананды тойға не ретінде, көрнекілік ретінде қояйын деп жатырмыз. 17 000 дана бар дедіңіз ғой мына жерде? 17 000 көшет егілген екен. 5 гектар ауданда. 5 павильон бар. 5 павильон егілген екен. Мына жақта газация дейді. Яғни мынаны қазір алғаннан кейін бұны газацияға кіргізіп камераға соны арнайы пісіреді екен. Жапырақтары мынандай өте үлкен. Осы жағдайға жету үшін 1,5 жыл уақыт керек екен. Мына бананның 1,5 жыл осындай салған үшін 1,5 жыл керек екен. Жалпы гүлін көрем дегендерге мына гүлі осылай екен. Ауыр, әдемі екен. Сосын тағы бір несі, мына гүлі ғой. Гүл бұлай түсіп кете береді екен да. Гүл түсіп кете береді да, мына түбінен банан шыға береді екен да. Осылай. Сол үшін қалың ауыр болады екен. Осының ішінен шығып кете береді екен. Жалпы осы келіп көріңіздер. Бұндай экзотиканы көріп біліп жүргенде жақсы. Құдай қаласа. Бұдан кейін пальма плантациясына барамыз ба?